Сәлем достар, менің есімім Жарқынай, менің жасым 24-те. Сіздермен қазір алғашқы жүктілігім жайында бөлісетін боламын. Енді бүгін 19 тамыз, бүгінгі есеп бойынша менде 39 апта. Кеттік. Біз жүктілікті жоспарладық па? Біз күйеуім екеуміз үйленердің алдында дәрігерлерге барып көріндік. Ол урологқа барды, мен гинекологқа бардым. Сонымен анализдер тапсырдық. Біраз жалпы үйленуге дайындалдық. Одан кейін қазір мұнда сіздерге қандай анализдер тапсыру керектігін көрсетемін. Бұл бір дәрігерден алынған ақпарат. Соны қарап алыңыздар. Үйленер алдында міндетті түрде осы анализдерді тапсырып, ішу керек дәрілерді ішсеңіздер болады. Себебі жүктілікті жоспарлау кезінде денсаулық, ондағы ұрықтың сапасы, ондағы әйелдің қаншалықты дайындығы барлығы маңызды болып табылады. Келесі, мен жүктілігімді қалай білдім? Менің жүкті екенімді бір айдан кейін білдім, яғни бір ай болып жатқан кезде ішінде. Бірақ бір қызығы мына нәрсе, әрбір әйел адам өзінің жүкті екендігін жалпы сезетін сияқты деп ойлаймын. Мен де солай сездім. Тіпті менің екі құрбым маған жазып хабарласқан, біз сені түсімізде көрдік, сен жүкті екенсің, тексерілші деген сияқты айтты, бірақ мен мән бермедім. Бірақ ең алғаш рет біз ауылға жолға шығып, 1 сағат жолда болған уақытта мен алғаш рет жүрегім айныды. Сол уақытта мен бір нәрсені сездім. Сонымен тест арқылы көрген уақытта 2 сызық шығып тұрды. Бірақ соның өзінде де бұл нақты ма, нақты емес па деген сияқты ХГЧ анализ тапсырып, арнайы сол жердегі нәтиже бойынша менің ішімде бөпенің бар екендігін сол уақытта білген болатынбыз. Енді токсикоз жайында айтайын. Басында білінген жоқ, бір ай болғаннан кейін біз бөпе бар екенін білдім ішімде. Сол уақытта біз Европаға барып келдік. Европаға барып, ең соңғы Турцияда жүрген уақытта мен нағыз жүрек айну, құсу деген нәрсені біле бастадым. Бірақ негізінде оған дейін ешқашан өмірімде құсу, жүрек айну деген секілді нәрселер болмаған. Сонымен токсикоз менде басталды. Менде әлі күнге дейін, мысалы қазір менде 9 ай. Егер мен ұзақ жолға шығатын болсам, кейбір иістерден бәрібір де менде әлі токсикоз бар. Бұдан мені тек құтқарған прексетил деген дәріні дәрігерлер жазып берді. Сол дәріні мен бір 5-6 айға дейін іштім. Сол дәріні жүрегім қатты айныған уақыттарда, кейде айнымаған уақыттарда да іштім. Себебі ол дәріні ішпей қалсам менде токсикоз бола беретін болды. Неден токсикоз болды? Иістен болды, ұзақ жолдан машинада отырған кезде. Мысалы, жуанның иісінен, көк шөптердің иісінен, тамаққа қосатын. Сондай иістердің барлығынан, тамақтан, кейбір деген сияқты токсикоз болды. Бірақ қатты токсикоз болудың өзі балаға, одан кейін әйелдің денсаулығына негізі қауіп төндіреді. Сондықтан дәрігерлер прексетил деген дәріні беріп жатады. Мен 19 аптаға келген уақытта ауруханада жаттым. Себебі кішкене ауыр көтеріп қойып, одан кейін йогаға барып, жүкті әйелдерге арналған йога болса да, соның өзі маған қатты ауыр тиіп, сонымен 3-4 күндей ауруханада сохраненный дейтін болады. Сол жақта жатып шықтым. Алматыда 1-ші роддомда жаттым. Сол уақытта 1-ші роддом негізі менің пропискам бойынша сонда босануым керек роддом болды. Мен алғаш рет роддомда болдым, басқа жүкті әйелдерді көрдім ол жерде. Атмосферасы керемет. Керемет дегенде ішіндегі әйелдер, жүкті әйелдерді көресің, басқа адамдарды көресің деген сияқты. Дәрігерлер өте жақсы, адамдары да жақсы. Бірақ ішкі состояние, аурухананың ішіндегі жағдай маған қатты ұнаған жоқ. Себебі әйелдерге барлығына ортақ әжетхана болды. Мысалы, мен сол уақытта ішім ауырып, сондай болған уақыттарда әжетханаға барғым келген сайын коридорға шығып, сол коридормен ұзақ барып, ол жақта мысалы жылысу жоқ деген сияқты, шыққаннан кейін қол жуатын. Тек өзің іштегі неде жылысу болды деген сияқты сондай кішкене минустар болды, маған ұнамаған. Сол уақытта мен ойладым, мемлекет керемет жағдай жасап берсе ғой ауруханаға,
тамаша дәрігерлер, тамаша адамдар жұмыс жасайды осы жерлерде, солардың жағдайын жасаса ғой деген секілді ой болды, комфорт жағдай жасаса деген сияқты. Тіпті сол жерде жатқан жүкті әйелдерге оқитын кітаптар болса, қызықты, сондай қойса, мүмкін болашақта бизнесмендер деген сияқты, мүмкін өзіміз солай жасасақ деген сияқты идея келген болатын сол кезде маған. Енді Песари жайында айтам. Жалпы Песари жайында ешқандай қазақ тілінде мен мәлімет таппадым осыған дейін, ютубтан да басқа жерден де. Жалпы Песари бойынша менде сол жаңағы ауруханадан шыққаннан кейін маған сенің шейкаң қысқарған 2,7 сантиметр болып тұр. Сондықтан саған Песари қою керек баланы ұстап тұру үшін деп айтты. Яғни Песари деген нәрсе шейкаға қойылатын кольцо деп айтады өздері. Мен оның арабин деген түрін салдым. Оны мен қайдан салдым? Оны кез келген поликлиникада салмайды. Алматыда Ирием деген поликлиникада, жеке ақылы ауруханада, сол ауруханаға барып арабин деген сатып алдық. 40 000 теңге тұрады ол Песари. Сонымен соны сонда салдырттық. Салдыртудың өзі дәрігерге бір 10 000 теңгенің көлемінде ар жақ бер жағында болды. Сонымен бір 50 000 теңгенің көлемінде біз жаңағы Песариді салдық. Ол Песариді салған кезде ауыртама, қатты ауыртқан жоқ, бірақ салуда кішкене қиындықтар болды, себебі ол шейкаға салады. Сонымен Песариді мен қай уақытқа дейін кидім? Мен Песариді 37 аптаға дейін менде тұрды. 37 аптаға дейін Песариді салғаннан кейін маған Утражистан деген дәріні берді. Сол дәріні мен іштім де, салдым да. Сол арқылы мен білмеймін енді ол қаншалықты маған көмектеспеді, бірақ сол Песаридің арқасында мен 37 аптаға дейін жүрдім. Песариді салғаннан кейін маған дәрігерлер саған жату керек, көп қозғалуға болмайды деді де, мен сонымен 30 аптаға дейін көп ешқайда шыққан жоқпын. Көбінесе аяғымды созып жатуға тура келді. Сол уақытта маған шынымен бір андай күн бір өте жай өтіп жатқан сияқты болды, себебі шынымен тек қана үйдесің, күні бойы кітап оқып та жата алмайсың, сыртқа шыққың келеді деген сияқты. Бірақ сол уақытта үйде жатуға тура келді. Бірақ соның арқасында мен қазір мәселен баламды өзімнің доношенный срок деп айтады ғой, соған жеткізе алдым. Сондай-ақ мен қандай ауруханада қаралдым? Осы маған Песари қойғаннан кейін мен өзімнің денсаулығыма, баланың денсаулығына қатты алаңдай бастадым да, өзіміздің тіркелген поликлиникадан бөлек ақылы ауруханаға бардым. Ол Алматыда Ирием деп аталады. Өте жақсы аурухана, сіздерге де кеңес беремін. Бірақ ақылы, егер сіздер мысалы ақшаңыз болса, бір 300 000 теңгедей, 200-300 000 көлемінде болу керек, бірден сонда ақылыға тіркелсеңіздер болады. Мен оған тіркелген жоқпын. Себебі мен ойладым, жалпы жартысын мен біз мемлекеттік поликлиникада өтіп қойдым. Енді маған қажет емес деп, бірақ сол 19 аптадан бастап мен барлық жаңағыдай қосымша сол Ириемда қаралып отырдым. Сондағы гинекологқа, сондағы УЗИға деген секілді. Себебі онда соңғы технологиялармен жабдықталған болды. Менің дәрігерімнің өзі профессор, өте мықты әйел адам болды. Егер кеңес керек десеңіздер, Бекташева Хазина деген әйел адамға мен көріндім. Сол кісі менің гинекологым болды. Соңына дейін мені қарады. Песариді қай уақытта шешті? Песариді 37 аптада шешті. Песариді шешкеннен кейін маған тағы да встреча берді. Жаңағы тазарту керек бала шығатын жолды деп. Сонымен мен сол встречаны бір 5 күндей салдым. Песари шешкенге 1,5 аптадай өтті. 2 аптаға жуықтады, бірақ мен әлі босанған жоқпын. Бірақ осы Песари, осы Утражистанға байланысты кейбір дәлелді ғылыми мақалаларда бар, оларды да мен оқып шықтым. Оларда көбінесе айтады, ешқандай Утражистан, жаңа Песари деген нәрселер, ол бұрынғы кеңес үкіметінде сондағы
технология, сондағы метод, әдіс қазір ондай нәрсе жоқ деп айтады. Әсіресе Европа, шетелдер, Америкаларда олар утрожестан дегенде мүлде салмайды, песари дегендерді қоймайды. Егер 2,5 сантиметрден аз болған жағдайда қана олар ойланады деген нәрселерді айтты. Бірақ ойланғанның өзінде де олар көбінесе табиғи жолға, табиғатқа жалпы сенеді екен. Мәселен, егер организм баланы шығарып тастайтын болса, ол шығарып тастайды деген сияқты ғылыми мақалада сондай нәрселерді жазған, яғни соншалықты оның бір керемет күші жоқ деп. Бірақ енді мен оны оқығанмен де өзімнің дәрігерімнің кеңесіне сендім. Сол дәрігердің бақылауында болғаннан кейін мен ғылыми мақалаларды оқыдым, бірақ оны іске асырмадым десем де болады. Себебі 37-ші аптаға дейін утрожестанды салып песаримен жүрдім. Енді ол сіздің еркіңіз. Егер сізде песари болатын болса, песари салу керек деп айтатын болса, ол сіздің шешіміңіз болады. Бірақ осы жерде тағы бір оқиға айту керек. Менің бір танысым, онда да шейкасы қысқа болған, сонымен оған песари сал деп дәрігерлер айтпаған, ол да қатты мән бермеген. Сонымен оның соңы жақсы болмады, иә. Сондай секілді ситуациялар болуы мүмкін. Сондықтан да егер осындай песари салу керек деген нәрсе болса, мен айтатын едім, салыңыздар әрине деп. Енді соңғы жүкті әйелдерге менің қандай кеңесім бар, иә? Немесе жүктілікті жоспарлап жүрген. Жүктілікті жоспарласаңыздар, анализдер тапсырыңыздар. Үйленердің алдында міндетті түрде жақсылап тапсырып, денсаулықтарыңызды қаратып, барлық чекаптан өтіп алыңыздар. Себебі жүкті болғаннан кейін сіздерге артық дәрі ішуге болмайды. Ол дәрінің барлығы балаға әсер етеді, иә. Бұрынғыдай сіз ішіп, емін-еркін жүре алмайсыз. Сіздің тіпті гемоглобиннің аз болуының, ферритиннің аз болуының өзі балаға әсер етеді. Сондықтан оған дейін оның барлығын дефициттерді толықтырып алыңыздар. Содан кейін толық қаралыңыздар. Мәселен, менде полип тоқшектен, тікшектен менде полип шықты. Мен оны бұрын білген жоқпын. Жүкті кезде барып мен білдім. Ол нәрсені мен бұрын геморрой деп ойлап жүрдім. Маған геморрой деп бұрын 2-3 жыл бұрын дәрігер айтып, сонымен мен оны сондай нәрсе деп жүрсем, сөйтсем ол ешқандай да ондай емес, ол полип екен. Яғни оны химиялық лазермен алып тастауға болушы еді жүктілікке дейін, бірақ ол нәрсені мен оның екен білмей, сонымен мен жүктілігім бойы сол полип менде болды. Енді оны жүктілік босанғаннан кейін 6 айдан кейін барып алуға болады. Оған дейін ол өсе береді деген сияқты түрлі нәрселері бар. Сондықтан барлық чекаптан өтіп алыңыздар. Одан кейін жүкті әйелдерге, мәселен, енді жүкті болған кезде түрлі анализдер тапсырмай дәрілерді береді. Мысалы, бәрі айтады, фолий қышқылын іш дейді, йодомаринді іш дейді, тағы да осының түрлі витаминдерді іш дейді. Маған тіпті өзіміздің поликлиникадағы дәрігердің өзі анализдер тапсырмай сондай берді. Сөйтіп мен іштім, оның ішінде йодомарин деген болды. Сонымен ішіп жүрдім, бір уақытта анализдер тапсырдым. Сөйтіп менде керісінше, менде тітігім жоғары екен, иә. Сөйтіп маған керісінше йодомарин ішуге, тіпті құрамында йод бар дәрі, басқа витамин ішуге болмайды екен. Ол керісінше маған балаға зиян екен. Сонымен оны мен тоқтаттым. Сондықтан дәрігер мысалы осындайды іш деп айтса, егер сіз өзіңіз көріп тұрсыз, ешқандай анализ тапсырмай сізге бере салды деген сияқты, ол уақытта кішкене зерттеп, қарап, анализдер тапсырып, сондай болып, сосын барып басқа да дәрігерлермен кеңесіп ішіңіздер деп айтар едім. Себебі өз денсаулықтарыңыз, баланың денсаулығы тек сіздің ғана жауапкершілігіңізде. Мен осы 9 ай бойы түрлі дәрігерлерде қаралдым, түрлі ауруханаларды, әсіресе ақылы ауруханаларды, Алматыдағы ең мықты деген дәрігерлерге барып шықтым. Әр ай сайын мен анализ тапсырып отырдым, себебі ферритинімді, гемоглобинім қаншалықты екенін, тітігім жоғары болды, соны қазір қаншалықты оны түсіру керек деген сияқты түрлі нәрселер бойынша үнемі ай сайын анализ тапсырып отырдым. Сіздерге де ай сайын анализ тапсыр демеймін, бірақ мүмкіндігінше анализдеріңіз тапсырып,
қаным қалай болып тұр, одан кейін ферритин қалай деген сияқты нәрселеріңізді бақылап отырыңыздар. Сондай-ақ сіздерге қазір мен Mom Life деген приложениені айтқым келіп тұр. Егер сіз білмесеңіз, бұл приложениені өздеріңізге жазып алыңыздар. Бұл приложениеде жүкті әйелдер, аналар отырып, түрлі сұрақтарын осы жерде қойып, жауабын ала алады. Егер сұрақтарыңыз болса, маған осында комментарийге немесе инстаграмға жазсаңыздар болады. Барынша көмектесуге тырысамын. Сау болыңыздар.